Баршаңызға қайырлы күн, дәмді асхана YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осылай болып пісетін құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Алдыменен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, жұмыртқаларымызды жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық қантымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін жарты шай қасық тұзымызды салып, тағы да тұзымызды жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне алдын ала осылай електен өткізе отырып, ұнымызды салып біркелкі масса болғанша араластырамыз. Егер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, сүттеріңізді көбірек құясыздар. Менің қолымдағы бокалменен өлшеп құйып жасадым. Құймағымызды осылай араластырғаннан кейін, егер сұйық болып жатса, тағы да азырақ ұнымызды електен өткізе отырып, салып жақсылап қозғаймыз. Осы кезде егер құймақтарыңыз қатты қою немесе сұйық болып кетпеу керек, араластырып жатқан кезде байқап көресіздер. Қатты қою, қатты сұйық болмау керек. Енді оның үстіне шай қасық ас содасын саламыз және оның үстіне алма сірке суын жарты шай қасық көз мөлшерде салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Енді араластырып болғаннан кейін оның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған суымызды жаңағы сүт құйған бокалымыздан жарты етіп құятын боламыз. Мен алғашқы кезде осы бокалмен толтырып сүт құйдым, ал енді қайнап тұрған суымызды осы бокалдан жартысын кішкентай толтырмай жартысын алып қаламыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Біздің осы құймақтарымыздың осылай тесік-тесік болып пісуінің себебі қайнап тұрған ыстық суымыздың құйғаннан осылай тесік болып шығады. Енді алдын ала табамызды жақсылап қатты отта қыздырып аламыз. Қатты қызған табамызға көріп тұрғандарыңыздай бір ожау құйып, дәл осылай жасайсыздар. Піскеннен кейін келесі бетін аударып, пісіріп аласыздар. Міне осылай піскеннен кейін екінші мәрте құйған кезде міндетті түрде табаларыңызды қатты қыздырып алып құясыздар. Әр құймақты пісіріп алғаннан кейін артынша құймаймыз. Сәл 2-3 минут табамызды қатты қыздырып алып, одан кейін барып құйсаңыздар, сіздердің құймақтарыңыз дәл осылай тесік болып пісіп шығатын болады. Негізі құймақтардың бұлай тесік болып пісіп шығуының себебі қайнап тұрған су құюда және әр құймақты пісірген кезде табаларыңызды қатты қыздырып құйып отырып пісірсеңіздер, сіздердің құймақтарыңыз дәл осы менікіндей болып, өте нәзік, осылай көпсіген, тесіктері көп болып пісіп шығатын болады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.